Барлығына сәлем, мен Дариға Мұсаева, 25 жастамын, Астана қаласынан. Мен 16 жасымнан опера бағытындағы орындаушымын. Опера сахнасы менің өмірім десе де болады. Түрлі байқаулар мен концерттердің арқасында әлемді шарладым. Ресей, Финляндия, Италия, Франция және Малайзия елдерінде болдым. Менің дауысым менің жолымды ашып келеді. Опера әншілерінің ортақ бір мәселесі бар. Олар медиа кеңістігінде мүлдем көріне бермейді. Театр қойылымдарына қатысады. Сол себепті оларды Қазақстанда адамдардың бір бөлігі ғана біледі. Осы жобаға керемет дауысты опера әншілері де баршылық екенін халыққа көрсету үшін келдім. Опера әдемі және қызық. Менің ән айтуым барлығына ұнап, операны сүйіп қаларсыздар деген сенімдемін. Қандай әдемі? Алтын қызым. Зива ғой. L'on parlait bien et dressait, c'est l'autre que je préfère. Il n'a rien dit, mais il me plaît. L'amour, 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 l'amour est enfant de bohème. Il n'a jamais connu des lois. Si tu n'aimais pas, je t'aime. Si je t'aime, regarde-toi. Si tu n'aimais pas, si tu n'aimais pas, je t'aime. Mais si je t'aime, regarde-toi. L'amour, l'amour est enfant de poème. Il n'a jamais connu des lois. Si tu n'aimais pas, je t'aime. Si je t'aime, regarde-toi. Si tu n'aimais pas, si tu n'aimais pas, je t'aime. Mais si je t'aime, Браво! Браво! Ура! Ура!
Төлеген Мұхамеджанов үштәсгер бұрылды. Браво. Барлығына сәлем, мен Дариға Мұсаева, 25 жастамын, Астана қаласынан. Астана операда сіз бе? Биыл Астана опера халықаралық академиясын тамамдадым, алғашқы түлекпін. Солистсіз бе? Халықаралық академияда солист ретінде тағылымдамада болдым. Оқуды аяқтағаннан кейін білім беруге кірістім. Сіз білім бермеу керек сізге, сіз айтуыңыз керек. Айналайын Дариға, сіздің дауыңызға мен өте, шын айтқанда, өте риза болдым. Даусыңыз өте әдемі, өте әсем. Жалпы осы опера саласында сіздің үлкен жетістіктеріңізге мен сенем. Міндетті түрде үлкен опералық сахналарда өзіңіз өнеріңізді көрсетесіз. Әрине, оған қолымыздан келгенше өзіміз де, еліміз де қол ұшын беріп көмектесу керек. Міндетті түрде өйткені сіздей таланттар арқылы біздің еліміздің жалпы мәдениетінің өскенін бүкіл дүниеңіз көретіндей болады. Құтты болсын. Ласкала театрында, болмаса үлкен опера театрының бір кәдімгі кәсіби әдемі опералық әншісі айтып тұрғанда секілді болды. Ешқандай сын айтқым келмейді, мін де айтқым келмейді. Дегенмен мен классиканы жақсы көремін, мен тыңдаймын классиканы. Маған өте ұнады, тембріңіз сондай өте жағымды. Бірақ бұрылмадыңыз. Бұрылдым ғой мен. Бұрылды ма? Ойбай, мен әбден қарындасымыздан көзімді алумен байқамай қалған екенмін. Басқа бағытта, басқа жанрда сіз ән айта аласыз ба? Иә, мен басқа жанрда да айтам, бірақ кәсіби түрде классиканы ғана орындаймын. Эксперимент үшін сіз дайынсыз ғой, қандай бағытта? Да. Халық әндері болсын, жаз. Конечно. Әрине дайынмын, қуана орындаймын. Да. Өте керемет. Негізі арманыңыз қандай? Арманым тым биік. Бірінші кезекте өз елімде танымал болғым келеді. Адамдар театрға келіп, классикалық әнді көбірек тыңдаса деймін. Өзімді, даусымды осы жерде көрсетіп, тәлімгермен жұмыс істеу мен үшін үлкен абырой. Вау! Менің өзімнің бұрылмаған себебімді айтайын. Мен Төлеген аға бұрылған бетте, мен ары қарай бәсекелестікті тоқтаттым. Өйткені Төлеген ағамыз опера жазған, симфония жазған. Сіздің де мүмкін Төлеген ағаны көздеп келіп отырғаныңыз мүмкін шығар. Кім біледі әрине. Сол себепті де мен Төлеген ағамен жарысуды қаламадым. Орынсыз бұл жерде. Төлеген Мұхамеджанұлы тәлімгерлер арасында болатынын естігенде қатты қуандым. Астана операда балалар студиясының ашылуы әлі есімде. Да, я открывала. Да. И я начинала оттуда. Да? Да. Я также одна из первых. Мен сол жерде өз жолымды бастадым. Балалар хорындағы алғашқылардың бірімін. Сол балалар студиясы мен сіздің арқаңызда опера әншісі ретінде өз жолымды таптым. Сізге алғысым шексіз. Дорогу в этой жизни как оперная певица. Браво. Это меня очень сильно вдохновило, я вам очень сильно благодарна. Рахмет вам. И с большим Әрине, қуана-қуана сіздің тобыңызға қосылам. хотела пойти к вам. Меццо-сопрано дегеніміз, алтын мен алмас секілді. Алтын бар ғой? Өте құнды дауыстар дейсіз. Иә, алмас дегеніміз одан да сирек кездеседі. Өте мықты қатысушылар жинап жатсыз тобыңызға, сізден кәдімгідей қорқа бастады. Әртүрлі ма? Әртүрлі жанрда. Онда бізде жай отырмайық, достар, кірісейік жұмысқа. Бәрекелді. Алда жұмыс деген өте Жалғастырайық. көп. Жалғастырайық.